Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін жасалу жолы оңай, осылай банкіде салатты жасайтын боламыз. Бұл салатты кез келген адам жасай алады. Сол себепті қыздар міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Алдымен мөлшерімен қиярды жақсылатып жуып, тазалап аламыз. Одан кейін осылай видеодағыдай әдемілетіп, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта барлық қиярларымызды турап шығатын боламыз. Келесі кезекте енді сәбізді тазалап, осылай үкіштен өткіземіз. Сәбізге арналған үкіштен өткізген жақсы, сол кезде әдемі болып көрінеді. Табам менде кішкентай болып қалған соң, екінші табаға ауыстырдым. Келесі кезекте міндетті түрде осы морковча салатына арналған приправадан бір пакетін қосатын боламыз. Жақсылатып барлығын араластырып, бір 10-15 минутқа алып қоямыз. Енді қант саламыз. Ыстық қайнап тұрған сұйық майдан құямыз, және де 9% уксусымызды құйып, тұзын салып, тағы да барлығын араластырып, 1-2-3 сағат қалып қоямыз. Негізінде 4 сағаттай тұрса тіптен жақсы, бірақ та уақыт шамалы шектеулі болса 2-3 сағатқа қойсаңыздар да болады. Оған дейін енді банкілерімізді стерилизовать етіп аламыз. Мінеке салатымыз дайын болды. Бірінші осылай қоюларын салып шығамыз барлық банкаларға. Одан кейін қазір бізде кәдімгідей сұйық масса шығады. Сол салаттың соктарында барлығын осылай үстіне бір-бірлеп, бір-бір қасықтан осылай құйып шығамыз. Мінеке салаттарымыз дайын болды. Енді олардың барлығын табаға салып, 10-15 минуттай баяу отта жақсылатып қайнатып аламыз. Сонымен қатар достар, каналымда басқа да рецепттер бар, қарасаңыздар болады. Неше түрлі салаттардың рецептерімен таныс бола аласыздар. Салатымыз дайын болды, жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің YouTube каналыма тіркелуді де ұмытпаймыз. Қоңыраушаны белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.